достар, сіздермен бүгін Рома. Біздің күттен кеткен видео, яғни қалай біз превью жасаймыз. Бұл туралы біз видео болатын болады, достар. Бұл превью жасау оңай. Бұл видео әрине озвучка. Мінекей сіздер осындай превью жасап шыққанын осы видеоны көріңіздер. Достар, бірінші біз өзімізді қылып алу керекпіз. Мына видеода біздің видеомызды көріп отқандарыңызға осындай әдіске стилдағы клубтарды аламыз. Көбінесе сондай клубтар превьюға көп қажет болады. И сосын бұған жазамыз дейді. Мысалы, қалай превью жасайды. Жаңа қалай дей салайын, и сосын және өстіп қояйық. Әдемі нормально жазу деп ойлаймын. И және де достар, неге тағы да жазып отырмын, мен соткам қатып отырып бұл дегенде кешіріңдер үстін болады, ішкі сырттарында звуктар шығады, кешіріңдер. Сосын арттағы звуктарды арттағы басқа да жазуларды өшірді істедімді звуктар шығып отыр, бізде бүтін ойында. Қасында інім бар. Мінекей бір фонды аламыз осында. И және бұның бәрін кішірейтеміз дәл өстіп. Мінекей бұл мына видеодағыдай, яғни осы видеодағыдай кішірейтеміздер бәрін әдемілеп сайғып қойыңыздар. Кішкентай қалды. Нормально болды. Нормально. В общем болды. Енді неге нормально болды. Қолдамызды қоямыз, галереяға кіреміз. Қолдамыз қол жерден қояды. Алдар енді превью біздегі 40 штуктан болады. Онша әдемі емес деп айта аламын. Менің превьюларымды. Мінекей істер дегенде қалай деп осындай шықты. Маған шығар текст бір түрлі болып тұрма. Текстті мен шамалы әдемілейтін мына текстқа келіп жатта оларды жоқ болмыз. Осы бірге осындай қылайық. 35, 100 емес, 45 нормально, 50 нормально. 50 олайық әдемі болу үшін. Мінекей достар сұққылың жарқысын жатыр. Короче, өстіп қоямыздағыны. 45 қылайық. Мынандай дәл солай 45 қыламыз олдар. 35 екен, 50, жүзік күтті. 45 болды. Бұл түсе олар превьюіміз дайын болып қалып десек болады. Қазір бұлаған тұтқандығы сондайлар қосуға болады. Қосам мен таптым мен андай мынаны көрсетіп тұратын птичка дейді ғой. Сондайды қою керек. Қойсақ нормально болады. Қазір ойын деп атық балдар. Мінекей өстіп аламыздағыны мына жерге қоямыз. Так что-то енді әдемі болды мінекей. Бірақ біз тағы да бір нәрсе істеу керекпіз. Әрине ол не? Ол бізде дейтін мінекей не? Осы превьюдің мысалы ретінде қойып қояқ. Осылай жасаймын дегендей. Қазір мінекей үсте дизайн деген бір істеген бар. Сояқты тұсы әдемет. Мен тұр алдар таптым. Мінекей оны қазір кішірейтеміз. Мінекей осыны істедім мен. Осы оны кішірейтеміз. Өтек осылай болмайды. Нормально. Нормально бірақ шамалы кішірейту керек. Енді птичканы да соған дәлдеп қоямыз. И достар, мінекей біздің превьюіміз дайын. Енді превьюді сохранитеміз. Осы видео бітті. Амнықта жүзгенше. Давайте.